Ассалаумағалейкум достар, сіздермен доп дауысы. Әдеттегідей біздер Қазақстан чемпионатына қысқаша обзор жасаймыз. Қазақстан чемпионаты 7-ші тур ең алғаш болып, Оқжетпес өз алаңында Қайсарды қабылдады. Есеп 1-1. Білмеймін, бұл ойынмен Оқжетпес қалай оталмағанын қарасаңыздар. Статистика бойынша 66% владение, угол 11 угловой, 23 удар, соның 7 створ. Білмеймін, жол болмады деп айтсақ, қате айтпаймыз. Дегенмен де есеп 1-1. Сіздерге айта кететін көрсететін бір видео бар. Мына жерде төрешілердің қателігі бұл сезонда біте ме, бітпей ме? Төрешілер қашан қояды қателесулерін? Мысалға, сіздерге бір видео көрсетейін. Мына жерде Нұрғайни Бөрбаев Оқжетпес сапында агрессивті түрде топты тартып алғысы келді. Арттан аяғын қатты агрессивті түрде қойған. Біздің ойымызша бұл жерде қызыл қағаз болу керек еді. Дегенмен де, как говорят, счет на табло 1-1. Былтыр Оқжетпесте ойнаған Цуцкич ойынның 27-ші минутында есепті ашып, Қайсарды алға шығарды. Тағы да Оқжетпес Ферги тайм ұғымына жатып алған, қатарынан 8 ойын бойы 85-ші минуттан кейін гол салады. Осы ойында да 89-ші минутта Владислав Васильев Оқжетпес сапында гол салып, Оқжетпесті жеңілістен құтқарды. Достар, айта кететін бір жаңалық бар. Комментатор, журналист Ербол Қайыров Оқжетпес сапында директор болды. Ол директор статусында бірінші ойыны есеп 1-1, жаман емес нәтиже. Қазақстан чемпионатының 8-ші турында Оқжетпес Қызылжарға қонаққа барса, Қайсар өз алаңында Жетісуды қабылдайды. Келесі ойын Алтай өз алаңында жеңісті қабылдады. Есеп 0-0. Енді жігіттер, білмеймін, мен бұл матчты бұлай толық көрмесем де, толық қарамасам да, жалпы статистика бойынша Алтай жеңіске лайық болды деп есептеймін өз басым. Білмеймін, жеңіс Алиалиев мынандай команданың қалай ойната алмағанын түсінбеймін. Мысалы, команданың қарасаңдар Имнадзе, Эльдар Сантана, Марат Быстров, Сағдат Тұрсынбай, Қуат секілді жоғары деңгейдегі ойыншылармен ойнай алмау. Бірінші лигадан келген команданың ұтамай жатыр ғой. Енді көріп тұрсыздар Алиалиевтің деңгейі қандай екенін. Алиалиев премьер-лигада топ 6-лыққа кіретін команданы жаттықтыратын бапкер емес. Жалпы 8-ші турда, чемпионаттың 8-ші турында Алтай Атырауға қонаққа барса, жеңіс өз алаңында Тобылды қабылдайды. Осы ойында Алиалиев кетеді. 7-ші турдың орталық матчтарының бірі Қызылжар өз алаңында Ордабасыны қабылдады. Есеп 1-2, Ордабасының жеңісі. Ордабасы бұл жеңісімен чемпиондыққа деген амбициясын тағда бір дәлелдеді. 6-ші турдың қорытындысы бойынша Қайрат пен Ордабасы чемпиондыққа таласатын екі команда болып тұр. Жалпы ойынға келетін болсақ, ойынның үздік ойыншысы Демият Сламбеков, ол 1 гол салып, 1 ассист жасады. Ойынның 34-ші минутында Сламбеков гол салса, екінші таймда Қызылжар ойыншысы Бугре Амановичтің қателігін жақсы пайдаланып, есепті теңестірді. Бірақ дегенмен де ойынның 79-ші минутында Элхан Астанов Ордабасы сапында гол салып, Ордабасыға жеңіс сыйлады. Айта кететін болсақ, бұл матчта бір қызыл қағаз болды. Митков Ордабасы сапында қызыл қағаз алды, бірақ Ордабасы жанкүйерлері қатты көңілдеріне алмайды. Себебі бұл Митков келесі Ақтөбе ойынына шықпайды. 8-ші турға келетін болсақ, Қызылжар өз алаңында Оқжетпесті қабылдаса, Ордабасы Ақтөбені қабылдайды. Келесі ойын Ақтөбе өз алаңында Ертісті қабылдады. Есеп 1-0. Ақтөбе наконец-то Қобыланды Батырға оралды. Sold out, атмосфера жақсы, стадион лық толы. Алаңның сапасының төмендігіне байланысты екі командада өз ойындарын толық 100% көрсете алмады. Дегенмен де ойынның 63-ші минутында Артур Шушинач жалғыз голды салып, ойын тағдырын шешіп Ақтөбеге жеңіс сыйлады. Осылайша бұл жеңіспен Ақтөбе турнирлік кестеде өз жағдайын кішкене болса туралап алды. Негізі бұл ойында Ақтөбенің ұтылуға ешқандай құқығы жоқ еді. Себебі Ақтөбе жанкүйерлеріне ұнамайтын спорт директоры Арман Оспанов өз қызметінен кетті.
және де осы ойынды клуб басшылары алаңнан тікелей тамашалаған дейді. Негізі ойын 1-2 күн бұрын Ақтөбе қой сойып құрбандық шалған дейді. Түйе сойса не болар деген? Сіздер қалай ойлайсыздар? Келесі ойында Ақтөбе Шымкентке Ордабасыға қонаққа барса, ертіс өз алаңында Қайратты қабылдайды. Қазақстан Премьер-лигасы 7-ші тур, Жетісу өз алаңында Ұлытауды қабылдады. Есеп 2-0. Бұл ортаңғы командалардың текетіресі Жетісудің пайдасына шешілді. Айта кететін болсақ, бірінші таймның 45-ші минутында Әнуарбек есепті ашып, Жетісуды алға жетелесе, екінші таймның 49-ші минутында Әділхан Добай есепті еселеп, Жетісуға толыққанды жеңіс сыйлады. Айта кететін болсақ, Жетісу келесі турда Қайсарға қонаққа баратын болса, Ұлытау өз алаңында Елімайды қабылдайды. Келесі ойын Қостанайда өткен Тобыл Каспий арасындағы матч, есеп 2-1. Қостанайлықтар бұл маусымда алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Ойынның 6-ші минутында қақпашының қателігін жақсы пайдаланған Жаслан Жұмашев есепті ашты. Дәл сол Жаслан Жұмашев айбалаңның сыртынан ойынның 16-ші минутында жойқын соққысымен есепті еселеді. Бірінші таймның 39-ші минутында Идрис Умаев Каспий сапында гол салып, есепті 2-1-ге жеткізді. Қорытынды есеп 2-1, Тобылдың жеңісі. Бұл Тобылдың жеңісі Каспийдің әлсіздігінен ба, әлде жаңа тренердің келуіне байланысты ма? Бұл сұрақтарға біз келесі турда жауап беретін боламыз. Келесі турда Тобыл жеңіске қонаққа барса, Каспий өз алаңда Астананы қабылдайды. 7-ші турдың орталық матчы Қайрат Елімай. Премьер-лигада жеңілмей келе жатқан 3 команда болатын болса, сол 3 команданың екеуі Қайрат Елімай. Есеп 2-2. 2 маусым қатарынан Қайратқа жеңілмей келе жатқан Елімай чемпиондыққа үміткер екенін бүгін дәлелдеді. Бүгін семейліктер жарады. Семейліктер ерлік көрсетті. Ойынға келетін болсақ, бірінші таймның 12-ші минутында Елімай ойыншысы Плакка қорғаушылардың қателігін ұтымды пайдаланып, Елімай сапында есепті ашты. Екінші таймда Қайрат Эдмилсонды алаңға шығарып, сол Эдмилсон ойынның 60-ші минутында Юкколаға ассист жасап, Юккола есепті теңестірді. Сыйғасы демекші сол Юккола Эдмилсонға пас беріп, есеңгіреп қалған Елімайға Эдмилсон екінші голды салып, 3 минут ішінде жеңіліп жатқан Қайратты алға шығарды. Бірақ Қайрат жеңіс ұстап қала алмады. Ойынның 89-ші минутында Елімай ойыншысы Арсен Әшірбек гол салып, Елімайға 1 ұпай сыйлады. Бұл екі команданың тең ойыннан Ордабасы ұтты. Келесі турда Қайрат Ертіске қонаққа барса, Елімай Ұлытауға қонаққа барады. 7-ші турдың соңғы ойыны Астана өз алаңында Атырауды қабылдады. Есеп 2-1. Ойынның 19-ші минутында Әлібек Қасым стандарттан көтерілген допты өз пайдасына жұмсап, есепті ашып, Астананы алға жетеледі. Ойынның 24-ші минутында тағы да сол стандарт Рамазан Кәрімов есепті еселеп 2-0-ге жеткізді. Атакаға жақын ойыншылардың кетуіне байланысты Астана командасы стандартқа көп көңіл бөліп жүрген сияқты. Дегенмен ойынның 88-ші минутында Әлібек Қасым өз қақпасына гол салып, есепті 2-1-ге жеткізді. Бұл ойында Әлібек Қасым дубль автор атанды. Қорытынды есеп 2-1 Астананың жеңісі. Негізі айта кететін бір жаңалық бар. Атырау жеке инвестор жоқ кезде жеңілмей, жеке инвестордың келуімен қатарынан екінші жеңілісі. Құрметті достар, 7-ші турдың қорытындысы бойынша турнирлік кесте көз алдарыңызда. Сіздердің командаларыңыз қай орында тұр? Комментарийға жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.